Тәлімгерлік ұзақ уақытқа созылатын тәлімгер мен тәлім алушы педагог арасында сенімді және жеке тұлғаға бағытталған қарым-қатынас үдерісі. Мен Сағымжанов Тілек Еркінбекұлы, Мүкәррем атындағы орта мектебінің биология пәнінің мұғалімі. Ұлы педагог Макаренко менімен 10 шақты жас мамандар жұмыс істеді. Сондағы көзім жеткені, жоғарғы оқу орнын қаншалықты жақсы бітірсе де, қаншалықты талантты болғанымен, өз тәжірибесінде үйренбейінше ешкім жақсы ұстаз бола алмайды. Менің өзімде бұрынғы педагогтардың білім жинақтадым деген. Ендеше әр жас маманның маман ретінде қалыптасуына тәлімгерлік көмек әбден қажет. Тәлімгерлік қызметінде байқағаным, алдыңа келген жас маман иесінің мамандығын қаншалықты шын жүректен таңдауына байланысты. Себебі ұрпақ тәрбиесінде саналы таңдап келген адам ғана осы ұлы мамандыққа шыдап, мектеп қабырғасына таңын атырып, күнін батыруға дайын болады. Тәлімгерлік жұмыстың басты мақсаты жас маманның кәсіби, психологиялық бейімделуіне көмектесу, оқу тәрбие қызметін ұйымдастыру деңгейін арттыру, жұмыстарына әдістемелік көмек көрсету, жас маманның шығармашылық өсуіне жағдай жасау, үздіксіз білім алу мен ынталандыруды дамытуына бағыттау. Жас маман еңбек жолын бастағанда ұстаз ретінде қалыптасудың 3 кезеңін бастан кешіреді. Алдымен дипломды алған жас түлек мектеп табалдырығын аттағаннан кейін оқудағы алған білімін тәжірибеге асырып, өз мүмкіндігін сынаудан бастайды. Екінші, даму кезеңі. Кәсіби дамуы мен тәжірибе жинақтау процесі жүзеге асады. Оқу тәрбие қызметінде өзіндік стилі қалыптаса бастайды. Жас маманның еңбек жолында жүйе қалыптаса бастайды. Әрі қарай кемелдену кезеңінде өзіндік даму, жаңа педагогикалық технологияларды сынау, тиімдісін таңдау, озық тәжірибелерді меңгеру басталады. Сондықтан осы кезеңдерден өту үшін жас маманмен жасалатын жұмыс жоспарын тиімді құра білу керек. Жас маманмен жұмыс жоспарын құрмас бұрын, оның кәсіби дайындығы мен теориялық білімінің деңгейін анықтау мақсатында сауалнама алған дұрыс. Сауалнама нәтижесіне қарап, жас маманмен істелетін жұмыс мақсаты айқындалып, іс-шаралар жоспары жасалады. Жұмыс жоспары әрине жас маманның олқылық көрсеткен тұстарын коррекциялаудан басталады. Сауалнама мен тестілеу нәтижесі жас маманның көбіне төмендегідей қиындықтарға кездесетінін анықтайды. Жеке және деңгейлік тапсырмаларды ұйымдастыру, әдіс-тәсілдерді тиімді таңдау, пән бойынша бағдарлама және күнтізбелік тақырыптық жоспар жасау, құжаттармен жұмыс, сабақ жоспарын жасау, сабақтан тыс шараларды ұйымдастыру сияқты қиындықтарға кездесетіні көрінді. Міне сондықтан біз алғашқы қадамымызды қарапайым осы мамандықтың ерекшелігін ұғынумен, баламен, ата-анамен, ұжыммен, әріптестермен, мектеп тәртібімен танысып, адаптациялық бағыттағы жұмыстармен, қарапайым сабақ құрылымын сақтаудың, сабақ уақытын рационалды пайдалануды, әрбір балаға жеке қатынас жасауды, мектеп өміріне белсенді араласуды, тәрбиелік іс-шаралар, жазба жұмыстарын жоспарлау мен дәптерді дұрыс тексеруді, кері байланыс жасау арқылы өзінің жіберген олқылықтарын үйретуден бастадым. Балалар, евразиялық қабық дегеніміз оған атмосфера, литосфера, гидросфера, биосфера сөздер. Бүгінгі сол тақырыбымыз дүниежүзіндегі су айналымы туралы тақырыпты өтеміз. Яғни дүниежүзіндегі су айналымы дегеніміз атмосферада, атмосферада бұлт қалыптасады, одан жаңбыр жауады. Жауын жауғаннан кейін ол бізде түседі, жерге түседі. Яғни суға түседі, топыраққа түседі және жерасты суларына түседі. Жерасты суларына барып ол теңізге барады да, теңізден қайтадан буланып бұлтқа барады. Яғни бұнда дүниежүзілік су айналымы жүріп жатыр. Балалар? Әзірге мен сенің дәстүрлі сабағыңа қатыстым. Сабағыңда алдыңа қойған мақсатыңызға жеттіңіз бе? Сабақтың мақсаты дүниежүзілік су айналымын талдау жасау болды, тәрбиелік тұстарына, адами қасиеттеріне баулу болды. Мақсатыма жеттім деп ойлаймын. Жақсы. Мақсатқа жету жолында сабағыңда қандай әдіс-тәсілдер болды, қандай әдіс-тәсілдер тиімді болды деп ойлайсың өзің?
Сабақтың тиімділігі оқушылардың үйге берген тапсырмаларын қосымша деректерге сүйене отырып, жұмыс жасай білуін, жаңа тақырыпты өткен кезде тапсырмаға талдау жасай білуі деп ойлаймын. Жақсы. Сабақтың жетілдіретін тұстары, дәстүрлі сабақ өттің ғой, жаңа көрдік, талдадық. Осының жетілдіретін тұсы қандай деп ойлайсың өз ойың? Сабақ дәстүрлі түрде болды. Сабақты жаңа үлгіде жоспарлауға да болады деп ойлаймын. Дұрыс айтасың. Назерке, онда былай жасайық. Келесі сабақта топтық жұмысты ұйымдастырып, дарынды оқушылардың жұмысын, және де ерекше білімді қажет ететін оқушылармен жұмысты ұйымдастырып көрсек қалай болады? Бұл ұсынысыңызға қуана қабылдаймын. Осыдан кейін тәлім алушым екеуміз келесі сабақты жоспарлауға кірістік. Сабақтарға бірлесе отырып жоспар құрдық. Сабақтың кезеңдерін Блум таксономиясына лайықтап жасадық, және дарынды оқушылармен жұмысты көру мақсатында түрлі әдіс тәсілдерді жинақтадық. Learning apps және Тарсия пазлдарын құрастыру ойындарын. Сабаққа қызығушылығын арттыру мақсатында АКТ мүмкіндігін пайдалануды жоспарладық. Бұл жоспар педагогикалық психологиялық көмек, тәлімгерлік әдістемелік көмек, сыныптан тыс бағыттарда жүргізілетін, көбінесе сабақтарына қатысу, дөңгелек үстел барысында кеңестер арқылы жүзеге асты. Назерке, яғни біз дәстүрлі сабақтан тыс, яғни топтық жұмысты ұйымдастыру бойынша енді әдіс тәсілді таңдауға көшеміз. Сен сабағыңды жоспарлап бастадық қой. Яғни сен менің өткен сабағыма да қатыстың, ол жерде топтық жұмыстарды көрдің, менің сабағыма қатысу арқылы. Осы жерде қазіргі заманның тәжірибесі көрсеткендей, дәстүрлі емес сабақтарды ұйымдастыру оқушылардың сабаққа деген ынтасын арттыратыны сөзсіз. Сондықтан сабақты оқушы іс-әрекетін ынталандыратын ерекше бір әдіс тәсілдерді формалар таңдап алу керек. Менің саған ұсынайын деп отырған әдісім Тарсия пазлдары құрастыру ойындары. Бұны мен өз сабақтарымда кеңінен пайдаланамын, яғни үштілдікке байланысты, клил технологиясына байланысты қолданамын. Сен де осы клил бойынша сабақтарында енгізсең болады. Бұл сабақтың барлық кезеңдерінде тиімді екендігін байқауға болады. Оқушыларды топқа жинақтауда, пазлдарды құрастыру арқылы белгілі бір сөйлемді аяқтау, сұрақтар қою, мәтіннен нақты ақпарат табуға, түрлі талдау тапсырмаларын орындау, Тарсия пазлдары ойындар өте жақсы тәсіл деп айтуға болады. Айтып кеткенім, қорытындылау кезінде сабақты бекіту тапсырмасы ретінде де қолдануға болады. Енді мен саған көрсетейін, мына жерде Тарсия пазлдарының қалай жұмыс жасау керектігін арнайы оның не арқылы кіріп, мына жерде өзіңе қажетті арнайы бағдарлама арқылы компьютерға жүктеп алып та кіруге болады, өзіңнің логин паролін енгізіп, өзіңнің неңе байланысты тапсырмасы, тақырыптың көлемділігіне, ауқымдылығына байланысты сұрақтардың да түрлері болады, әртүрлі фигураларды осылай таңдап алып, соған сәйкес тапсырмалар жүргізуге болады. Мысалы, мына жерде өткен сабаққа байланысты мысалы мына фигураны таңдап алғанымды көріп тұрсың, бұған байланысты тапсырмаларды алуға болады деген сияқты әртүрлі фигуралар шығарады. Бұл бірінші. Екінші, жаңа ақпараттық коммуникативтік технология дедік. Бұл жерде мен саған Learning apps деген қолжетімді әдіс бар, соны көрсетіп беріп отыр. Learning apps бұл жерде барлық сыныптарға арналған, барлық пәнге арналған, мысалы біз домино дейміз ғой, қарапайым түрде. Ана жерде Learning apps кішкене күрделірек, оқушыларды қызығатындай, бұл жерде бірден қанша балл алғандығы барлығы көріп шығып тұратын әдіс тәсіл. Жас маман Назерке Асқарқызы жоғары санатты ұстаздардың сабақтарына қатысып, оқушылармен жұмыс жасау, үй тапсырмасын сұрау, күнделікті қалыптастырушы бағалауды тиімді жүргізуді көріп, өзіне тәжірибе жинақтады. Жас маман сабағына үздіксіз қатыса отырып, оған беріліп отырған бағыт-бағдар нәтижесінде ол сабағының толық қожайыны бола алуды үйренді. Оқушылар да сабақта белсенділік танытып, нәтижесі көріне бастады. Назерке, енді сабақты көрдік. Бүгінгі сабағыңыз өзіңізге ұнады ма? Ең бірінші осылай бастайын. Қандай өзгерістерді байқадың? Ұнады деп айтуға болады. Мақсатыма жете білдім. Және де оқушылардың топтық жұмыс орындау арқылы менің жұмысымның тиімділігін артты деп ойлаймын. Және де бұл тәсіл оқушылардың барлығының жұмысын қамтуына мүмкіндік берді деп айта аламын. Жақсы. Енді осы сабақтың енді өзің өткізіп шықтың, енді қай тұсын жетілдіру керек деп ойлайсың? Мен тапсырма беруде уақыт үнемдей алмадым деп ойлаймын. Және де болашақта осыны ескертуді шарт екенін білдім. Жақсы. Жас маман Назеркенің сабағына, яғни жаңаша үлгідегі сабағына қатыстық.
біздің алдыңғы кездесуіміздегі болған, яғни отырыстарымызда, дөңгелек үстелімізде айтқан кеңестерде құлақ асып сабағында тиімді пайдаланып білді. Ол жерде менің бір бақылағаным, диалогтық оқытуды бақылауға алдым десем болады. Тәлім алушым, яғни Назерке сынып оқушыларын 3 топқа бөлу арқылы жұмыс жүргізді. Мұғалім, оқушы арасындағы сұрақ-жауап әдісін бақыладым. Әр топқа тақырып мазмұнына сәйкес тапсырмалар беріліп, басқа топтарға сол тақырып төңірегінде сұрақ дайындау тапсырылды. Бұл сәтте тәлім алушым, яғни Назерке, әр топтың қасына барып қолдау көрсетіп отырды. Топ мүшелері өзіне бағытталған сұрақтарға жауап берумен бірге, басқа топтарға да сұрақ қоюда белсенділік танытты. Осы қадамдарды жүзеге асыру барысынан кейін түрлі байқаулар мен конкурстарға, жарыстар мен олимпиадаларға, нәтижелі қатысуына бағыт-бағдар беру, оқушыны дайындау, өзінің жинақтаған іс тәжірибесін көрсетіп, өзінің шыңдауына жағдай туғызды. Сол орайда менің тәлім алушым көптеген жетістіктерге жетті. Дүниедегі мамандық атаулының төресі, ұстаздық дейтін болсақ, осы бір көнеден келе жатқан ескермейтін мамандықтың тағы бір шеберін шыңдауда менің де кішкентай үлесім болғанына шексіз қуаныштымын.